Саламатсыздар ма? 2/20 есебімізде енің барлық бүтін мәндерінде 6-ға бөлінетінін көрсетіңдер дейді. Бірінші есебімізде n азайтылған 1 азайту n қосу 3 және де n қосу 2 тең. Бірінші жақшаны ашып алайық. n квадрат болады, азайту n болады. Азайтылған енді екі жақшаны ашамыз. n квадрат. Енді минус пен плюс минус болады да 2n болады. Енді плюс минус 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 3-ті көбейтеміз n-ге. Минус 3n болады. Минус 3-ті көбейтеміз плюс 2-ге. Сонда минус 2 3 6 болады. Тең. Қысқаратындар бір-бірінен қысқарады. Мына жерде минус 1, еніміз 1-ге тең. Минус 2, минус 3. Есептейтін болсақ, минус болған жағдайда қосылады. Сонда минус 6 болады. Яғни минус 6n азайтылған 6. Енді орындайтын болсақ, тең деймізді. 6-ның жақшаны сыртына шығарып жібереміз. Сонда жақшаның ішінде минус n минус 1 болады. Сонда бұл 6-ға бөлінетінін көрсеттік. Келесі екінші есебімізде n қосу 5 азайтылған n азайту 3 n қосу 2 тең. Жақшаны ашамыз. n квадрат қосу 5n минус n-ді көбейтеміз плюс n-ге. Сонда минус n квадрат болады. Келесі минус n-ге көбейтеміз плюс 2-ні. Минус плюсім минус болады 2n. Келесі минус минусым мына жерде таңба. Мына минусым плюс болып кетеді. Плюс 3-ті көбейтеміз енді. Плюс 3n болады. Плюспен көбейтсек плюс 2 3 6 болады. Тең. 2n квадрат пен n квадрат қысқарады. Енді мына жерде 5-тен азайтамыз 2-ні 3 болады. 3-ке 3-ті қосамыз 6 болады. Яғни 6n қосу 6 тең. Жақшаның сыртына 6-ны шығарып жібереміз. Сонда n қосу 1 қалады. Яғни бұл мән не істейді? 6-ға бөлінетінін дәлелдедік. Осымен есебіміз аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.